Торттың бисквиті жақсы шығу үшін мәйектің ағузын төңкерсең дә түспейтін болу керек. Ең аңсат торт даярлаймыз қызлар. 5 мәйегіміздің ағузын сарузынан ажыратып аламыз. Енді 5 мәйекке 5 ас қасықта құмшекер салып, аппақ болғанша ыдыстан түспеймен дегенше жақсылап көпіртіп аламыз. Енді ағузымыздың үстінен сарузымызды салып, әстенлікпенен абайлап көп араластырмастан біргелікте араластырып аламыз. Енді 4 ас қасық ұн, шай қасықта ванилин және де разлық етел және де 1 ас қасық какаоны елеп салып, жақсылап араластырып аламыз. Формамызға жайғастырамыз. Формамның диаметрі 16 см. 160 градусқа 1 сағатқа жібереміз. Енді кремін таярлаймыз. Творожный сыр, қаймақ және де сахарный пудра. Қатты крем болғанша миксерлеп аламыз. Қызлар, бұл айтылып атырған техниканың барлығы ісленуі керек болғанлар. Ал ісленбеуі керек болған қателіктерді толық рецепті сториске қояман қызлар. Стористе болмаса актуальныйға сақлап қояман. Бисквитті екіге бөліп, кофе менен пропитка қыламыз да, кремімізді кондитер пакетіне салып, бисквиттің үстінен мол нан жағып шығамыз. Кремнің үстінен екінші бисквитімізді қойып, оның үстінен болса ертілген шоколадымызды жағып аламыз. Қызлар, тортымыз даяр болды. Бұл торттың анық майда шүйдесіне шекем айтылған рецептін стористе анықлап бөлсемен. Енді бұл рецепті өзіңізге сақлап алың, хамде бисквиті онша ұқсамайтын тансаңыз болса өзіне жіберіп қойың.